Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте биік болып шығатын, духовкасыз дайындалатын, 3 ағзаттан тұратын дәмді торт жасайтын боламыз. Табада 20 минутта дайын болатын торт. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқамызды алып табамызға жарамыз, үстінен сгущенкамызды қосамыз, қойылатылған сүтті. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Үстінен електен өткізіліп дайындалып қойған ұнымыздың жартысын қосамыз да 1 шай қасық қопсытқыш саламыз үстінен. Және де қасықтың немесе шаншықтың көмегімен араластырып аламыз бірінші. Одан кейін 1 келкі болып араласқаннан соң қалған ұнымызды аз-аздан қосамыз, бірден салып жібермеңіздер. Аз-аздан қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Енді қалған ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Ең алдымен осылай табаның ішінде илейміз да, кішкене бірге бастаған кезде жерге, яғни дастарханның үстіне салып тұрып, біріктіретін боламыз. Сол кезде жұмыс жасау ыңғайлы болады. Мінекей осылай дастарханымыздың үстіне түсіріп, қолдың көмегімен біріктіреміз. Достар, менің арнамнан неше түрлі дәмді, сәтті шығатын оңай рецептерді таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде видеоның астында тұрған подписаться кнопкасын басып, қасындағы колокольчикті басып, все дегенді таңдап қойыңыз. Сол кезде жаңа видео шыққанда сізге хабарлама баратын болады. Осылай қамырымызды ұзынша етіп көлемге келтіріп аламыз да 10-11 бөлікке пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Бөліп дайындап алған қамырларымызды домалақтап шығамыз. Домалақ көлемге келтіріп, барлығын дайындап аламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описаниеге жазып қалдырдым. Лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар, кез келген сұрағыңызға жауап беремін. Енді қамырымызды алып, ұн себеп отырып, оқтаудың көмегімен, бірінші қолдың көмегімен кішкене үлкейтіп алып, одан соң оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламыз қамырымызды. Осылай жайып алдық. Өзіңізге керек көлемде жаямыз, табаңызға сәйкестендіріп, және де алдын ала кесіп дайындап алатын боламыз. Керек көлемге келген кезде осылай қақпақтың немесе басқа да заттың көмегімен осылай домалақ етіп барлығын кесіп шығатын боламыз. Жайып болған соң артық бөлігін алып қоямыз, біріктіріп, оны да тағы да қосып бір кор жасап жіберуге болады. Мінекей біздің коржымыз осындай жұп-жұқа әдемі болып шықты. Енді ақырын алып, бір шетке қойып қоямыз, бетін жауып қоямыз, жұмсақ болып тұру үшін. Қалған корждарымызды дәл солай қайталап шығамыз. Жұқа етіп жайып алып, домалақ етіп кесіп алып дайындап қоямыз. Барлығын дайындап алып, бірден пісіретін боламыз. Өйткені табада тез пісіп қалатын болады корждар. Сондықтан барлығын дайындап алып, бірден пісіріңіздер. Достар, менің арнамнан неше түрлі тағамдардың, салаттардың, оригинал торттардың, тағы да басқа кез келген тағамның түрлерін таба аласыздар. Сондықтан тіркеліп алыңыздар. Видео ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде поделиться батырмасын басып бөлісуді ұмытпаңыз. Енді табамызды қыздырып аламыз, орташа отқа қойып, ешқандай май құймай, корждарымызды пісіріп аламыз. Осылай пузырьке шыққан кезде бетінде келесі бетіне ауыстыратын боламыз. 20-30 секундта бір беті піседі, келесі бетінде солай 20-30 секундта ғана ұстаймыз. Мінекей осы қамырымызды саламыз. Бетінде осылай көп пішіген пузырькелер шығады. Сол кезде пісті деген сөз. Астын бір қараймыз. Піссе келесі бетіне ауыстырып, келесі бетінде қызартып аламыз. 20-30 секундтан артық ұстамаймыз. Барлық корждарды осылай қызартып, екі бетінен пісіріп аламыз. Бұл корждарды пісіруге 15-20 минут қана уақытыңыз кетеді. Барлығы мінекей осылай болып шықты. Енді кремін дайындауға кірісейік. Кремін дайындау үшін вареная сгущенка қолдандым. Вареная сгущенкамен қою қаймақты қолдандым. Өте әдемі крем шықты. Сгущенкамен қаймақты өлшеп қосып аламыз да жақсылап араластырамыз. Қант қосудың қажеті жоқ. Вареная сгущенканың өзінің тәттілігі кремге жетеді. Жақсылап кремімізді бір келкі масса болғанша араластырып аламыз.
Бұл тортқа кез келген крем пайдалана беруіңізге болады. Тек қана қаймақ пен қант ұнтағын қосып та пайдалансаңыз болады. Және де қайнатпалы крем де жақсы жарайды. Өзіңізге қандай крем ұнайды, сол креммен пайдалана берсеңіздер болады. Мен осындай вареная сгущенканы қолдандым. Енді торттарымызды жинауға кірісейік. Астыңғы бөлігіне кішкене бір қасық кремнен саламыз, жылжып кетпес үшін. Және де әр қождарымыздың арасына 1-2 қасық крем салып, барлық жеріне жеткізіп, осылай жағып орналастырып шығамыз. Тортымызды жинаймыз. Бұл торт өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Оп-оңай жасалады. Көп те шығынды қажет етпейді және биік болып шығады. Көп уақытты алмайтын торт, дәмі де ерекше. Осылай тортымыздың барлығын бір-бірінің үстіне қойып, кремді жағып, тегістеп жинап аламыз. Ақша футболктың дамуына үлес қосып, подписаться батырмасын басып қоюды да ұмытпаңыздар. Сіздерге қиын емес, ал маған өте қатты қуаныш сыйлайды, тағы да керемет видео түсіруге шабыт беретін болады. Лайк басып пікір қалдыра отыруды да ұмытпаңыздар. Сіздермен алдағы уақытта керемет оригинал рецепттермен, тегін мастер-класстармен қуантатын боламын, сондықтан жіберіп алмаңыздар. Тортымызды барлығын жинап алдық. Енді шеттерін осылай лопатканың көмегімен бір-бір тегістеп аламыз да кольцоны кигіземіз, жылжып кетпес үшін. Бетіне қалған креміміздің барлығын толығымен құйып тегістейміз. Сонымен тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырамыз, кремі сіңгенше. Қазір кесетін болсаңыздар, кремдер жылжып кетуі мүмкін, тегіс кесілмейді. Сондықтан міндетті түрде тоңазытқышқа кем дегенде жарты сағат, 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Менің тортым тоңазытқышқа 3-4 сағатта тұрды. Қазір бетіне осылай шоколадпен оформление жасадық. Кез келген затпен жасасаңыз болады. Міндетті емес жасау. Осылай әдемі биік торт шықты. Оның үстіне жаңғақ септім. Сол кезде тортымыз ерекше болып шығады. Сіздерге кесіп көрсетейін, өте жұмсақ болып шыққан. Менікі 3-4 сағаттан аса уақыт тұрғандықтан кремі толығымен сіңіп кождарына керемет болып шығыпты. Осылай кесіп аламыз. Шаймен іше берсеңіздер болады. Мінекей біздің тортымыз осындай биік болып шықты. Сіздер жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.